Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге профитроли десертін дайындайтын боламыз. Және де оны ПП түрде дайындаймыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, шаймен ішкенге өте дәмді десерт. Ең алдымен газге қоятын осындай түбі қалың бақырашқа су құямыз. Süt құямыз. грамм сарымай саламыз. Сарымайдың бөлме температурасында болғаны жақсы. Менде 82% сарымай. Маргарин пайдаланбаңыздар. Үстіне шым тұз қосамыз. Және бөлек ыдысқа ұн ретінде пайдаланатын жүгері крахмалын салып қоямыз өлшеп. Жүгері крахмалы ерекше бір қоюлық берді. Енді осы қоспаны газға қоямыз. Сарымай ергенше дейін. Сарымай ергенше дейін сіздер араластыру міндетті емес. Сарымай ергеннен кейін, ұн салғаннан кейін үздіксіз араластыру керексіздер. Неге түбі қалың таба дедім? Егер түбі қалың емес болса табаңыздың, онда сіздің қамырыңыз күйіп кетеді. Үздіксіз араластырамыз. Орташа оттың әсерінен осындай күймеген жақсы қамыр шығады. Енді бұл жүгері крахмалының әсерінен осындай болып шықты. Губка секілді. Енді жұмыртқамызды бөліп саламыз. Көріп отырғандарыңыздай бұл қоспамыз, қамырымыз біздің қою әріп тұрған қамыр. Оның үстіне жұмыртқамызды үшеуін саламыз бірінші. Және де біріккенше дейін араластырамыз. Біркелкі қамыр болғаннан кейін бір-бірлеп жұмыртқаны салып, екі жұмыртқамызды миксермен араластырамыз. Осы іріп тұрғандары бірігу үшін енді миксермен араластырамыз. Барлығы 5 дана жұмыртқа қостық. Нәтижесінде осындай қамыр болып шығады. Егер де сіздердің қамырларыңыз нақты профитролидің қамырындай болғанын қаласаңыздар, әлі де бір жұмыртқа қажет. Осы қамырдың өзінен өте әдемі, өте дәмді профитроли шығады. Осылай арнайы қалыптың көмегімен осылай жасаңыздар болады. Немесе жай ғана салафанның басын кесіп эклер түріне жасаңыздар болады, дөңгелектер. Енді осыны 180 градуста 20 минут, 15 минут пісіріп аламыз. Міндетті түрде қарап отырыңыз, беті өстіп қызарған кезінде алып тексеріп көріңіз. Енді осылай ортасына шанышқының басын салып, осылай кремді саламыз. Кремнің орнына сіздер бал қаймақ, шоколад пайдалансаңыздар болады. Осылай кремді жасап шығамыз. Егер де дәл мен секілді осылай ортасына крем салғыларыңыз келсе, міндетті түрде осы кондитерлік қапшықтың басында насадка, яғни қалып болу керек. Темір әйтпесе ол тесе алмайды. Кондитерлік қапшықпен дұрыс салынбайды. Профитроли өте керемет болып шықты. Оригиналынан, яғни негізгісінен ешқандай айырмашылығы жоқ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Барлығы осылай оңай дайындалады. Мен бұл профитролиді 1 сағаттың ішінде пісіріп болдым. Ұзақ уақыт кетпейді. Мүлдем өте тез, торт секілді ұзақ уақыт кетпейді. Және де бүгін ауызашарға дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Келесі видеода қандай торттың
немесе тәтті тағамның глютенсіз түрін қалайсыз? Жазып кетіңіз.